Бүгінгі видеода көретіндеріңіз. Қандай? Айтату. Карим and Айнur family. Ассалаумағалейкум достар. Мінекей бүгін біз Әбдікәріммен бала бақшадан шықтық. Біз қазір қайда барамыз? Мешітке барамыз. Құрметті достар, біздің бірге болыңыздар. Әбдікәрімді бірінші рет мешітке ауыз ашарға барамыз, иә? Күшті ойнаймыз, шариктер бар, иә? Әбдікәрім, біз қайда бара жатырмыз? Мешіт қайда? Қай жерде? Көрсетші мешіт. Қане? Не, әдемі мешітке барамыз, иә? Осы қандай ай, Әбдікәрім, бізде? Қандай ай? Рамазан айы ма? Рамазан айында үлкен жаңағы кісілер тамақ іше ме күндіз? Су ішуге бола ма? Кешкісін ішеді, ә? Кешкісін Рамазанда, оразада адамдар немен ішеді? Құрма жейді, сосын су ішеді, ә? Қане шариктар? Күшті ма шарик? Рамазанда шарик деп әсем деп қойыпты барлығын, ә? Күшті екен. Жүр. Мен бе Рамазан. Асаяқы. Қабыл болсын. Так, же бұл. Бисмилlah де, бисмилlah де. Ары қарай өтіп кетіңдер бізге. Оу. Кәне қосыра бер. Бисмилlah. Оу. Айта ғой. Ақсаңалақты ауыттықы. Әбдікәрім, саған Рамазан айы ұнап жатыр ма? Күшті, иә, осындай, иә? Бірге жүреміз, тамақ ішеміз бірге, иә? Мағин, әмі бәр. Ассалаумағалейкум, құрметті әппен дос бауырым. Алла тағала тұтқан оразамызды, қылған құлшылықтарымызды Алла тағала қабыл етсін. Қабдулла, қызы, рахтилла. Не қатыр? Кеп бірге Рамазан қабыл болсын деп айтамыз, ә? Айтамыз ба? Рамазан қабылсын. Осының бәрі Рамазан айы, ә? Бірге ауыз ашамыз, бірге мешітке барамыз, ә? Күшті ма осындай? Шариктер бар екен, ә? Сәттілер береді. Күшті, ә? Наммен ойнама? Наммен ойнама? Жүріп келдің ба? الذين يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك құрамынан болған сауатты марқұм болған Хамид қызы Мұнара, Асқар ұлы Төлеген, Даққа ұлы Диханбай, Диханбай ұлы Болат. Рамазан қабыл болсын. Так қоя. Кішкене де қалдырмаған. Рамазанға жетуге Алла нәсіп етсін. Еліміз бай қуатты, бақытты заман нәсіп етсін. Асықпай тамақтан. Абайла. Сондай. Қандай? Айтату. Айтату.
Осындай. Ұнады ма? Мына менің суым ғой бағана. А? Бағана менің суым жүр. Иә. Ұнады ма саған Абдыкәрім Рамазан? Осылай Рамазанды тойлаймыз, иә, жылда, иә? Күшті қылып, иә? Оу. Ау? Иә? О үйде. Құран оқитын ағам, түнде оқиды олар, түнде келеді. Кітап оқиды, Құран оқиды, иә. О үйде. Жоқ, олар қазір ауызын ашып келді, қазір кешке тарауих намазы болады, сол кезде оқиды Құранды. Кешке келіп оқиды. Күшті. Иә, кешке келіп Құран оқиды. Намаз болады түнде тағы. Намаз. Иә? Енді анашымға барайық, иә? Или қарындастарыңа барайық, киіне ғой. Артықта тамырықта есік баға. Иә, сол жақтан шығамыз ба? Иә, шешін киініп ал. Жүр. Ау, не дейсің Абдыкәрім? На ішінде камера бар. Мынаның ішінде ма? Иә, камера бар. Ана азан шақырады ғой. Аллаху акбар дейді ғой. Сол кезде дауыспен қатты шығады ода. Микрофон бар. Иә, микрофонмен айтады. Сосын дауыс бүкіл қалаға естіледі. Мешіт әдемі, иә? Иә. Мінекей құрметті оқырмандар, біз Абдыкәрім екеуміз Садуғас Қажы Долмани мешітінен шықтық. Абдыкәрім бүгін алғашқы оразаға келдің, иә? Ауызашарға келді, иә? Ұнады ма саған? Күшті болды. Видеода көрген шығарсыздар, Абдыкәрімнің реакциясы қандай ұнады. Абдыкәрім айтып жатыр, әкетай, давай, әр көктем сайын осындай Рамазанға келе берейік дейді. Иә? Күшті ма? Аға, бауырсақ үйге. Алдық. Бүгін ауызашарда. Алдық. Алhamdülillah. Иә. Қабыл болсын. Мінекей оқырмандар көрген шығарсыздар. Рамазан айының тағы да бір қасиеттілігін бала мен әкенің деген жаңағы махаббатын арттырады, баланың қоғамға деген бір көзқарасын қалыптастырады. Абдыкәрім айтып жатыр, келесі көктемде де осындай Рамазан айын тойлайықшы дейді. Көрдіңіздер ғой, небәрі 5 жас болса да бала кішкентай бір әрекеттен осындай қоғаммен бірге атсалысуда үлкен бір өзіне бір мақсат қойып отыр да, келесі жылы тағы да осындай тойлағысы келіп жатыр. Сол баршамызға осы келген қасиетті ай қабыл болсын, дұға тілектер қабыл болсын. Баршамыз жылдан жылға, Рамазаннан Рамазанға дейін, жұмадан жұмаға, айтқа аман есендікте жете берейік. Сау болыңыздар.